Hanımlar ve mırzalar, Nurmahan Уканұлы YouTube kanalında stand up. Қалайсыңдар, қош келіпсіңдер Леп Клабқа. Так, жаңадан бірінші рет келіп отырсыңдар. Екеуің жұп. Официально или? Неге оның түріне қарап айттың? Бір сәті ойландың ғой. Так. Официально қыламыз ба или? Есімдерің? Олжас Аружан. Не, ICDS болды ма? ICDS дейтін андай нелер болды ма? Болды ма? Болды ма? Ол кәдімгі сенің өзің қалауыңмен болды ма? Или Аружан мәжбүрледі ма? Қалауыңмен. Тізеге отырып? Сәл ұялып атсың, демек, 100% қалау болмаған ана жерде, бір 70% қалауың болды, 30% тізерле деді ғой, Так, немен айналысасыңдар? Мамандық? IT. Екеуің де? Қалай бір-бірін қалай тауып алдыңдар анда? Немен ба? Кодтар арқылы ма бейт? Неге бүгін стендапқа келеміз деп шештіңдер? Идея кімнен болды? Просто баяғыдан келдіңіз ғой. Баяғыдан. Баяғыдан ол қалай? 50-60 жылдардан жалпы жоспарда болды ма? Осы жылдан. Қай күн білмейсің ба? Датаға нашар ма? Танысқан күндерін білем әйтеуір. Қай күн таныстыңдар? 21 сентябрь. Битті, оценка кетті. Аружанға қарамай айтты да, Аружан бүйтіп тұрды. Бағаладым деді. Сендер екеуің парасыңдар сендерде, е? Типа. Типа. Даже қыздың түріне қараған жоқ, типа де. Неге типа? Жаңағыдай әлі официально емес, просто. Просто. Просто емес жоқ, просто емес. Сен же бүйтіп қалқып атсың, білесің ба? Бүйтіп атсың уже сен. Екеуің бірге? Студент? Оқимыз, врач-интерн. Врач-интерн? Интерн, иә. 10-шы курсындарсың ба? Қай? 7. Просто врачтар. Интерн деген екен ойладым да, тағы бір 5-6 жыл қоса салайыншы деп. Неге бүгін стендапқа келем деп? Ютубтан қарап жүргенбіз. Шыққаннан кейін сразу билет алып келдім. Сразу. Сразу емес, 2 апта қақсадым негізінде. Міне. Так, неге 2 апта бойы сынбадың сен? Келесі аптасында аладым деп келдім. Оға дейін? Бір апта сынбай жүрдім. Жоқ, енді себебі бар ша оның? Білмеймін, келінбеген жоқ. Қазір кетпейін деп отырма жерге? Мына жерде постоянно келетін 4 қыз, сол 4 қыз ба? Жоқ, екеуі Бүгін кеп тұр. На, сразу көрсетіп қояқ деді. Декретте сонда. Балалар қайда? Так, екеуіңіз декреттегі есімдеріңіз? Меруерт? Декретте. Гүлжанат. Послеродовая депрессия. Қалай ол? Послеродовая депрессия деген. Жоқ, мен енді ол білмеймін, бәрі сезінбеймін ғой, бірақ біліп алайын дегенім ғой. Ертең мысалы әйеліме қарап, түсініп тұрмын, өткенде бір екі қыз айтқан деп дейтіндей ше. Қалай ол? Симптомдары қандай? Декретте болғандар бар ма? Так, басқалар болмаған әлі, да? Аружан, тыңда. Так, қалай енді ол? Болады? Жоқ, қалай шығу керек? Мысал үшін, давай, лайфхак декретке кірейін деп отқандарға. Курс оқу керек. Мысалы менің курсымда деп сразу жоқ.
подписка батырмасын басып. Қандай? Пострадовой депрессиядан шыққың келсе, мамандығың ауысады екен ғой, по-любому. Мамандығың ауысады? Қалай сонда мысалы? Оға дейін декретке дейін қандайды мамандық? Стоматолог. Қазір гинекологтың. Андай ма? Депрессия деген сонда не стоматолог болып кіресің, нутрициолог болып шығасың. Ол дұрыс шешім болды, нутрициолог сетевик, конечно. Так, Гүлжанат не дейді екен ол жайлы? Шығып кеткен мені. Есігін жауып. Так, блоктар бәрін қойып. Давайте перечислять етейікші, қандай түрлері бар депрессияның? Послеродовая депрессия. Послеродовойдың, это как игра. Это как игра. Научись играть в эту игру. Уже өтіп кеттіңіз, ойына шығып кеттіңіз. Андай болмай ма, мысалы үшін? Да? Тумай ме? Сөз жүзінде ма ол? Тумайым деген, или... Іш жүзінде қалай жеткізесіздер деп отқан ма? Қарама қарсы жыныс өкіліне. Аяқпен? Ей! А? Болды ден ма? Мен көрдім депрессияның түр-түрін. Послеродовой, ормасқа керек емесін. Естівасың ғой, Аружан? Олжас дайсың ба, сен оған? Олжас не істеу керек, мысал үшін? Послеродовой депрессия кезінде ер адам не істеу керек? Ақша табу керек. Ол өз депрессияға кіріп кетпей ма? Жұмысқа барса, ана жақтан ұрсып жатыр, бастығы мына жаққа келеді. Мына жақтағы. Ақша тапса тиіспейді ғой. Ой. Андай ма? Ақшасыз келсе? Мен саған оны айтпап едім, но естідің ғой, ә? Ол жас. Сосын шықылайсың да, ашып тастап. Сосын тебесің. Система не так. Банкоматта ауыстырып жүру деген вариант ше? Типа, Сбербанк істемей жатыр, Каспий. Жусан! Жусан! Біз банкомат екеуміздің арамызда кредит бар. Ұзақ уақытқа. Бірнеше кредит шығар, я? Ең кенжесі нешеде кредиттің? 4-те. 4 жыл. 4 жыл болды, тумай жүрміз. Рахмет бүгін осындай. Послеродовой депрессияларыңызды бізбен бірге атап өтіп деп шешім қабылдағандарыңызға. Так, арт жақтағы. Мамандық? Гүлжанат мамандығын ба? Гүлжанат мамандығы? Так, мен қайсысына барсам екен десем. Не ма? Бірінші психолог, сосын сексолог, сосын интим тренер. Тренер ма еще? Типа айтып тұра ма? Так, тренер. Болмай, не мынау? Жүгір! Шап! Қорғансай, тумайсың сен. Саған тумау керек деп. Примерно сондай да? Тура солай. Менде интим тренер болады екен ма? Мен шынымен өмірде өз-өзімді таппай жүредім. Болды. Менде таңдау бар. Таңдау бар. Нутрициолог, интим тренер.
Біраз болды ма ол мамандықта? Шамамен. 4 жыл. Соңғы кредиттен кейін уже. Так, дедің ғой да? Все, рахмет. Ұнаватыр ма бүгін кеш әйтеуір? Өткенде бір подписчик ұрсып берді маған. Не стендапта жасыңды айта бересің дейді. Мен ойладым да, мен жасым андай не емес қой, фиксированный жас емес қой. Айттым, болды сол жаста қалып кетсем, айтпай қойға болатын ше. Енді өзгеріп тұрады ғой. Жасым 35-те. Күлкілі жас. Бірақ бірден айтып қойын, 35 деген ол кайф жас. Өте кайф жас. Өйткені қазақта сөз бар ғой, 30-да орда бұзу керек дейтінше. Мен 35-те. Менде ешқандай ондай жауапкершілік жоқ. Азанда аман есен оянсам, аяғым қақсамаса, ішімді босатып алсам, вообще вообще 30-дан асқандар бар ма? Декретниктер ба? 30-дан астындар ма? Екеуі ма? Мойындақсы келмей ма? Ортадағы қыз көрсете алдырайды. Ұқсайын ба негіз 35-ке? Әдейі сұраймын ғой мен. Әдейі сұрап алам, білемін ғой жас екенімді. Сол, еще бойдақпын. Жоқ не? Декретницалар бәріне шапалағар өрім. Бойдақпын деп айттым ғой. Ауылға бардым. Ауылда енді, естественно, допрос болды. Неге үйленбей жүрсің деген. Мен ойладым, короче, біреуді алып қаша салсайшы дейді. Мен ойладым, енді 35-ке келіп біреуді алып қашсаң ұят сияқты. Күлкі болатын сияқтысың кәдімгідейші. Ана Нұрмаханды естіңдер ма? Ой, бұл. Біреудің қызын алып қашып кетті. Мәссаған. Жалпы мына паралар отыр ғой, қыздар, жігіттер отыр. Алып қашуға көзқарастарың қандай? Келіспейсіңдер. Келісіммен болса. Жоқ, менде мені алып қашпаса, мені алып қашып кетейін отырсыңдар ғой. Еще андай ше, болады ғой. Қой сойғандар бар ма? Қораға кіресің, короче, қой сойғандар білетін шығар. Қораға кіресің да, бір қойдың артқы аяғын ұстайсың да, тартып кетесің бүйтіп ше. Мына жерден 4 қыз мені тартып кетейін ұтқан сияқты. Кәрі мал, бірақ еті нормальный. Болатын, сойып тастауға болады. Жоқ, мен де шымен алып қашу дегенге келіспеймін, ол дұрыс емес. Бірақ енді бір қандай ситуация кезінде алып қашуға нормальный деп қарауға болады. Келісіммен емес бұлай. Сашын, деп түсіністікпен. Никогда? Никогда не говори никогда. Бар ма бір андай? Біз жақта алып қашу нормальный дейтіндер. Біраз жігіт құрбан болып кеткен сияқты ғой. Қай жақ ол? Ташкент? Сендерге бүгін не жерде стендап комиктер керек емес сияқты. Өздерің любой бір фразаны айтып күле беретін сияқтыңдар. Ташкент! Жоқ, қай жақ? Ташкент? Ташкентте қыз алып қашу нормальный ма? Прям көшеде алып қашады. Ташкентте тұрасыңдар ма? Оралман. Қашан оралдыңдар? Бұл өзімізсіңдер ғой қайда? Ташкентте қазір ситуация өзгерді ғой. Халиям кәпіресілер ме? Мен негізі ауылым Өзбекстанмен шекаралас жерде орналасқан. Мен бүкіл балалық шамда Ташкент өзбекстанский каналда көріп шыққам. Ташкент ТВ, Yoshlar телеканалы, Марказ ТВ. Королев бар ғой?
Мультфильм. Мен өзбекше көргенмін ғой соны. Кроль, шер деп. Қазір көздеріңе жас келеді. Ана, Муфасаның Симбаға айтатын сөзі бар ғой. Симба оғлым. Вақты келіп, құяш нұрыдан бақырамат барша нәрсеге сен хукумдар боласың. Қандай сөздер, Жастар түсінбейді. Оны негізі қазақтар түсінбейді ғой. Өзбекше айтып отырмын ғой. Негізі өзбекше білу деген андай бір қатты бір сверхъестественный нәрсе емес негізше. Адамдар өзбекше білесің ба не деп бүйтіп қалды. Мен өзбектермен өстім ғой мен. Мен вообще 8-ші классқа дейін біздің президент Ислам Каримов деп жүргем. Өйткені тек қана өзбекстанский каналдар көресің да? Ислам Каримов, Ислам Каримов деп. Самарқандқа оқуға түсетін шығармын деп сөйтіп жүргем. Кейін есімді жинап алдым ғой, мен қазақ екенмін ғой мен деп. Ой, алып қашуға келейік десең. Менің ойымша бір 40-қа келген қызды алып қашса, түсіністікпен қарауға болады. Меніңше өзі де сәл-сәл қуанатын сияқты. Жалпы ұнады ғой бүгін кеше. Сол, көп-көп рахмет, келгендеріңе жиі келіп тұрыңдар. Қазақша контентті, қазақша стендапты қолдап жүрейік. Келесі кездескенше.